Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен гайморит дегеніміз не? Белгілері қандай және үй жағдайында қалай емдеуге болады деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Видеомызды соңына дейін көріп, гайморитті үй жағдайында емдеу рецептілерін алыңыз. Ерте көктемде ауа райының жиі құбылуынан созылмалы аурулардың да қоза түсетіні мәлім. Осындай дерттердің бірі гайморит. Гайморит мұрынның екі жағындағы гаймор қуысының қабынуы болып табылады. Барлық қуыстар кішкентай тесік арқылы мұрын қуысымен байланысады. Ол мұрын маңайындағы гаймор қуыстарына қандай да себептен бітеліп қалса, қуыстарда вентиляция тежеледі. Соның әсерінен қуыста микробтар, инфекциялар жиналып, қабыну дамиды. Қабыну бір жақтық немесе екі жақтық болуы мүмкін. Кез келген қабынудың соңы ұзақ емделмеген жағдайда гайморитке ұласуы мүмкін. Көбіне жоғарғы тіс ауруларының инфекциясының таралуымен, яғни кариес бар тісті емдемегенде пайда болады. Бұдан басқа себептеріне ұзақ емделмеген тұмау ауруы, мұрын қалқасының қисаюы, мұрын жолдарының туа біткен тарылуы, созылмалы ринит, танзилит және фарингит болып табылады. Гайморит жедел түрімен басталып, ұзақ емделмеген жағдайда созылмалы түріне ауысады. Гаймориттің жедел түрінде мына белгілер байқалады. Екі қас және көз аймағының ауруы, түшкіру, жөтелу кезінде кеңсірік аймағындағы ауру сезімі, бастың кенет қозғалғанда немесе еңкейгендегі ауру сезімі, мұрынның шырышпен толық немесе жартылай бітелуі, сырттағы иістерді сезбеу, тек іштей сасық иістің келуі жүреді. Сасық иісті сезу жедел гайморитте байқалады. Себебі созылмалы гайморитте адам бұл иіске үйреніп кетеді. Егер гайморит белгілі бір жұқпалармен қабаттаса жүрсе, температураның жоғарылауы, ағзаның жалпы әлсіздігі, тәбеттің болмауы сияқты симптомдар пайда болады. Әдетте созылмалы гайморит жедел гаймориттің нәтижесі болып келеді. Гаймориттің созылмалы түрінің клиникалық белгілері: мұрынның тұрақты бітелуі, жиі бір жақты бітеледі, көз аймағының қайта-қайта сыздап ауруы, созылмалы конъюнктивит, қатты бас ауруы, мұрыннан шырышты немесе іріңді бөлінділер шығады. Созылмалы гайморит жиі құрғақ созылмалы жөтелді және тамақта ауру сезімін шақырады, әсіресе жұтынған кезде. Созылмалы гайморитке ұласпас үшін гайморитке әкелген себебін емдеу қажет. Жоғарыда аталған симптомдар мазалаған жағдайда дәрігерге қаралып тексерілген дұрыс. Диагностикалау барысында рентген, қажет жағдайда компьютерлік томография жасап анықтайды. Гайморитті дер кезінде емдемегенде мынадай асқынуларға әкелуі мүмкін: көру мүшесі және көру нервінің қабынуы, менингит, мидың жұмсақ тіндерінің қабынуы, энцефалит, мидың қабынуы немесе мида іріңді абсцесстердің пайда болуы жүреді. Сонымен қатар ауру ішкі ағзаларға, бүйрек, бауыр, жүректе асқыну беріп, бронхиалды демікпе мен пневмонияның себепшісі болуы мүмкін. Гайморитті медицинада мұрын шаю арқылы, егер асқынған жағдайда операция арқылы емдейді. Халықтық медицинада гайморитті емдеудің бірнеше эффективні әсер ететін әдіс-тәсілдері бар. Соның ең жақсы әсер ететін адамдарға шынайы көмектесетін бірнеше әдісін видеомызда атап өтетін боламыз. Бірінші тәсіліміз: қызыл қызылшаны қабығымен 20 минут қайнатып, теркадан өткізіп, суын сығып аламыз. Әр 2 сағат сайын немесе гаймориттің жеңілдігіне қарай 3 рет күніне суды тамызып жүру қажет болады. Результаты сіздерді көп күттірмейді. Немесе үй жағдайында үйдің гүлі калонхояны қолдануымызға болады. Калонхояның свежі согын сығып алып, мұрынға тамызып жүрсек, әлде қайда гайморитіміз жеңілдеп, жазылуға көмегін береді. Екінші тәсіл: бурнакей тікенегі. Гайморитке ем болады. Гайморитті осы жолмен емдесеңіз, қайта мазаламайтын болады. Бірақ процедура басқа процедураларға қарағанда ауырырақ болуы мүмкін. Ол үшін біз бурнак тікенегін сыртын алып, ішіндегі тозаңын, порошок сияқты зат
зат қып езіп мұрнымызға тарту арқылы қолданамыз. Ескеретін жайт, бұл порошокты көп қолдану мұрын шырышты қабығын күйдіруі мүмкін. Ішінен шыққан порошокты үшке бөліп қолдануға болады. Сондықтан міндетті түрде ауызға су толтырып алу қажет. Бұл тамақты күйуден сақтайды. Аз ғана порошок бөлігін парақ үстіне қойып, немесе ручканың түтігіне салып, иіскеу қажет болады. Бұл әдіс кішкене ауыррақ болғанмен де эффект өте керемет. Үшінші, май, сода, балды бірде-бір пропорцияда үшеуін араластырып, ухачисканы батырамыз. Егер сіздің оң жақ қуысыңыз қабынған болса, сол жақ қырыңызбен жатып, оң жақ мұрныңызға қоспаға батырылған ухачисканы жартысына дейін тығып қоямыз. Ухачисканың жартысы мұрын сыртында көрініп тұруы қажет. Дәл осылай 10 минут жатамыз. 10 минуттан кейін алып сіңгіру қажет болады. Қатты күшпен емес, жаймен сіңгіру қажет. Сонда мұрыннан іріңді су аққанын байқайсыз. Бұл әдісті қосымша тағы да жасауға болады. Қажеттілігіне қарай күніне 2-3 рет жасаса болады. Төртінші әдіс тәсіл. 1 шай қасық балмен 1 шай қасық арақ немесе таза спиртті араластырамыз. Екеуін жақсылап араластырып, гаймориттің ауыртатын аймағына жақсылап жағып шығамыз. Шекеге, мұрынның екі жанына, сосын бас киімді мұрынның тесігі ғана көрінетіндей қылып жауып жатамыз. Яғни қоспаны жаққан аймақты жауып тұратындай ету қажет. Себебі бал төсегіңізді құртуы мүмкін. Дәл осылай жатқан күйі түнде ұйқыға кетеміз. Таңертең оянғанда мұрыннан іріңді су аққанын көресіз. Қосымша бәрі шығу үшін жаймен сіңгіру қажет болады. Бұл әдісті 5-10 күн қайталағанда гайморит толығымен жоқ болады. 5-ші әдіс тәсіл. Фурацилин мен тұз, сода қосып, грушаға құйып аламыз. Тұрған қалыпта мойнымызды артқа қарай барынша шалқайтып, қоспаны мұрынға жібереміз. Қоспа қуыстарға толық кіру үшін мойынды шалқайтқан бойда 40-50 рет басымызды шайқаймыз. Сосын мұрын ауызды жауып, басымызды төмен еңкейтіп, тағы да 40-50 рет шайқаймыз. Осы әрекеттен кейін ауыз мұрынды жауып, қатты дем алып, дем шығаратындай күшенеміз. Осы әрекетті бірнеше рет қайталағанда ауызға іріңді сулар келеді. Немесе өзіміз ауызға тартып алуымызға да болады. Ауызға тартып, іріңді түкіріп тастаймыз. Бұл әдісті далаға немесе ваннаға жасаған ыңғайлы болады. Бұл әрекетте ауырғаны басылып, жеңілдік сезінгеніңізді байқайсыз. Бұл әрекетті күніне гайморит ауырлығына байланысты 4-5 рет қайталаса болады. Жеңілдеген жағдайда күніне 1 рет жасап тұру гайморитке өте жақсы көмектеседі. Ескере кететін жағдай, жүрек ауруы, давление және әлсіздік болған жағдайда бұл әрекетті жасамаған дұрыс. Себебі басымызды шайқаған кезде құлап қалуымыз мүмкін, немесе демігіп қалуымыз мүмкін. Бұл әдістердің барлығы эффективні болғандықтан өзіңізге ыңғайлы әдісті таңдап алуыңызға болады. Видеомыз сізге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, подписация батырмасын басуды ұмытпаңыз. Ауырғанша ауырмайтын жол іздейік. Сіздерге берген кеңесіміз кәдеңізге жарасын.